Қайырлы күн ханымдар, бүгін сіздермен меренгалы алма пирогын пісіреміз. Жалпы құрамына керекті заттар: ұн, сұйық май, сахарный пудра 2 бөлек өлшемде, ванилин, разрыхитель жұмыртқа, туралған алма, миндаль, жаңғақ, сгущенка, сахар 2 бөлек өлшемде, кукурузный крахмал 2 бөлек өлшемде, лимон суы және де сары май керек болады. Пирогты жасау барысында сары май, сгущенка жоғары сапалы болу керек. Сары май 82%. Қолданатын барлық заттарымыз бөлме температурасында болу керек. Алдымен ыдысымызға сары майды, сұйық майды, 2 жұмыртқа сарысын және сахарный пудраны салып, жақсылап араластырамыз. Осы жерде стаканда сахар тұр, бірақ оны қолданбаймыз. Барлығы біркелкі араласуы керек. ұн, разрыхитель және ванилинді салып, жақсылап қамырымызды араластырып біріктіреміз. Өте жұмсақ біркелкі иленген қамыр пайда болды. Пирогтың ортасына қолдану үшін 130 грамм қамырды бөлек алып, ауа кірмейтін етіп пакетке орап, морозильникке қалдырамыз. Қалған қамырды да пакетке орап, оны холодильникке саламыз. Енді бірінші начинкасын жасаймыз. Ол үшін бізге туралған алма керек болады. Мен лимон суы, сахарды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласты. Енді кукурузный крахмалды және корицаны саламыз. Егер сізге корица ұнамаса, қолданбауға болады. Негізі корица алмалы, жаңғақты тәттілермен өте жақсы үйлеседі. Тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Енді екінші начинкасын жасаймыз. Ол үшін бізге грек жаңғақтары және сгущенка керек болады. Екеуін ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Ал енді холодильниктен қамырымызды шығарып, формаға жақсылап орналастырамыз. Барлық пирогты пісіру барысында қолданған форманың диаметрі 26 см. Алдымен қамырды формаға сәйкестендіріп толық жайып шығамыз. Бортиктерін жасау үшін саусағымыздың ұшымен шет жағынан 1-1,5 см көлемде басып шығамыз. Ортаңғы жақтағы қамырлармен тесіктерді жауып шығамыз. Енді көтеріп алған қамырымызбен бортигін, яғни жан-жағын жасаймыз. Сіз де дәл осы видеода көрсетілгендей жасасаңыз, формаға қамырды өте жақсы орналастыратын боласыз. Жұқа жерлерін ортаңғы жақта қамырмен толтырып шығамыз. Стаканның көмегімен де басып тегістеп шығуға болады. Қамырымыз формаға өте жақсы орналастырылды. Енді меренга дайын болғанға дейін холодильникке салып қоямыз. Енді меренгасын жасаймыз. Алдымен 2 жұмыртқа ақуызын ыдысқа салып, миксерлейміз. Кішкене көпіршіктер пайда болғаннан бастап, сахарды аз-аздан салып араластырамыз.
Көріп тұрғандарыңыздай сахарды бірден салуға болмайды. Осылай бөліп араластырып отырамыз. Сахардың барын салып біткеннен кейін шамамен 1-1,5 минуттай тағы да араластырамыз. Араластырып біттік. Енді кукурузный крахмалды және сахарный пудраны салып араластырамыз. Араластыру барысында төменнен жоғарыға қарай көтеріп араластырамыз. Меренганы түсіріп алмауымыз керек. Сіздер вентиктің көмегімен де араластырсаңыздар болады. Онымен араластыру біраз жеңілірек. Төменнен жоғарыға қарай көтеріп, барлығы біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Негізі көріп тұрғандарыңыздай баяу араластыруымыз керек. Бірақ мен алдыңғы видеода жылдамдықты монтаждау барысында көтеріп, сіздерге тез араласқан сияқты көрінді. Меренгамыз дайын болды. Енді начинкаларды қамырдың үстіне саламыз. Алдымен алмамызды саламыз. Алманың суы қосылып кетпеуі керек, соны қадағалаңыз. Барлық жеріне толық жайып шығамыз. Енді морозильникке салып, қатырып алған қамырымызды теркадан өткіземіз. Барлық жерге тегіс салып шығамыз. Енді жаңғақ пен сгущенкадан жасаған начинкамызды саламыз. Барлығын біркелкі, барлық жеріне жеткізіп салып шығамыз. Енді меренганы саламыз. Меренганы салу барысында өте ұқыпты, баяу болу керек. Қатты басып жіберуге болмайды. Барлық жеріне жеткізіп, біркелкі салып шығамыз. Қасықтың көмегімен барлық жеріне жеткіземіз. Сәндеу үшін үстіне миндаль немесе жаңғақты ұсақтап турап сеуіп шығамыз. Алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 35-40 минут бойы пісіреміз. Пирогымыз өте әдемі болып пісті. Пирогты ыстық күйінде формадан шығаруға немесе кесуге болмайды. Кем дегенде 2 сағатқа салқын жерде суытып аламыз. Мен 1 тон бойы суыттым. Пирогымыз өте әдемі, хош иісті болды. Формадан шығарамыз. Жалпы пирогқа қолданылған начинкалар бір-бірімен өте үйлеседі. Алма, жаңғақ, корица, меренга бір-бірімен өте керемет үйлескен. Пирогтың дәмі өте керемет. Жасап көруге кеңес беремін. Келесі видеода көріскенше сау болыңыз.